Болашақпен кетіп басы бүтін жоғалды. Өскемендік отбасы халықаралық бағдарламамен шетел асқан ұлдарын таппай қалды. Ақштағы ең беделді университетке 2007 жылы түскен Ержан Еліков оқуын бітіретін жылы елге оралмаған. Жалғызынан көз жазып қалған ата-ана ұлын сұрап болашақ бағдарламасының Астанадағы бас кеңсесіне дейін барыпты. Бірақ ондағылар хабарсыз кеткен стипендиатты іздеудің орнына қамкөңіл отбасыны сотқа беріп, жалғыз баспанасын сот арқылы тартып алған. Бұл Еліковтер отбасының жалғыз ұлын шетелге шығарып салып тұрған сәті. Баласы болашақтың стипендиаты атанған ата-ананың қуанышы қойына сыймай жүр. Міне содан бері 9 жыл өтті. Ержан елге оралуына 2 ай қалғанда Ақшта үсті-түссіз жоғалып кетіпті. 8 марта 2011 года он поздравил меня. Соңғы рет ол маған 2011 жылы телефон соқты. Мені 8 наурыз мерекесімен құттықтаған болатын. Содан бері ұлымнан хабар жоқ. Жазбаған жеріміз, кірмеген есігіміз қалмады. Бірақ бірде-бір мемлекеттік орган ұлымды тауып беруге күш салып жатқан жоқ. Ержан 4 жыл бойында үйіне үздіксіз қоңырау шалып отырыпты. Жазғы демалыс сайында елге келіп жүрген. Сондықтан телефоны сөніп қалғанда ата-анасы онша күдіктене қоймады. Бірақ елге оралатын уақыты жақындаған студент сол бойы жоғалған. Университеті де іздемеген. Қайта қатыспады деп оны сырттай оқудан шығарып жіберіпті. Болашақтағылар да байланысқа шықпаған студентке жүрдім бардым қарап, стипендиясынан айырып қоя салған. Муж он сразу поехал в Астану и обращался в Болашақ. Күйеуім күдіктеніп бірден Астанаға жол тартты. Баланы Болашақтың кеңсесінен барып сұрады, бірақ ондағылар жауап бере алмады. Біліп береміз деді де баланың қайда екенін сол күйі айтпады. Болашақпен кеткен Ержанның жоғалғанына осымен 5-ші жыл. Жалғызынан көз жазып қалған әкенің жазбаған жері қалмаған. Артынан өзі Ақшқа іздеп барайын десе, қалталарында қаржысы жоқ. Қарапайым металлургтың тапқан табысы шетел асуға жетпейді. Одан қалды отбасы қазір далада қалған, өйткені жалғыз пәтерін Болашақтағылар удай қымбат оқудың өтемақысы ретінде сот арқылы тартып алыпты. Тағы 20 миллион теңге қарыз артып қойған, бірақ Еліковтер отбасы баспанасын алған Болашақ бәрінен бұрын баламызды қайтарса дейді. Болашақ бағдарламасын ұйымдастырушылар баламды қайтаруы тиіс. Шетелге жіберген соң бас көз болу керек емес пе? 5 жыл болды, жауап жоқ. Студентті іздеудің орнына сот арқылы оқу уақытысын өндіріп алды. Бірақ баланың тағдырын алаңдаған Болашақ жоқ. Әлемдегі 20-дан астам мемлекетке жыл сайын мыңдаған қыз жігітті жөнелтетін мекеме Ержан енді біздің студент емес деп жайбарақат отыр. Ержан Еліков оқу үлгерімі нашарлаған соң стипендиясынан айырылды. Қазір ол біздің студент емес. Қазір біз оларға сот арқылы қалған қаржыны өтеу туралы ескерту қағазын жібердік. Оның жоғалып кеткеніне біздің қатысымыз жоқ. Ал анасы жылай-жылай көздің жасын тауысқан бірнеше республикалық олимпиадалардың жүлдегері. Қазақ-түрік лицейінің үздігі Ержан 18 жасында Алматыдағы заңгерлер академиясына грантқа түсіпті. Содан бірден Болашаққа барған. Қазақ баласы Пенсильвания штатындағы ең беделді университетте санаулы гранттың иегері атаныпты. Енді не өлі, не тірісін ешкім білмей отыр. Я не теряю надежды. Я не думаю, что он может там остаться, там бросить нас. Я очень надеюсь, люди все нам помогут найти нашего сына. Аруна Ортай, Ростислав Захаров, КТК, Өскемен.